Сәлем менің көрермендерім. Осындай салаттарды қонақ күткен кезде істеп жатамыз. Ертесіне артылып қалады. Свежий салаттар, ащы салаттар. Осыны тастамастан қызып тұрған майға қуырып, весомен қуырып аласыздар. Весомен қуырып, бұқтырып алғаннан кейін бір банкеге жауып, тоңазытқышта сақтасаңыздар болады. Ұзақ уақыт жеуге болады. Палаумен және басқа да тамақтармен қосып жесеңіздер жақсы болады. Ештеңе қоспайсыздар, тозы да, ащысы да барлығы бар. Кәдімгі соевый соус қосылған салат. Бетін жауып, весомен бұқтырып алдым. Банкымды жуып, жаңағыдай буға парлап алдым да, банкеге салып жауып қойдым. Суығаннан кейін холодильникке салып қоямыз. Сонда атылмайтын болады. Міндетті түрде мен каналыма тіркеліп алыңыз. Астында қызыл жазумен жазылған, соны бассаңыздар сервис түскен алады. Сонда менің каналымда 100-ге жуық видео рецептер бар, соларды көріп отыратын боласыз. Және де апта сайын жаңа рецептер шығатын болады, соларды көретін боласыз.